Жөнді Құдай аспан домалақ ғалам қалай түсті жібереді, елесті қалай жібереді. Мысалы Такаевты маған жіберді, ұялы сөзгішпен осылай бүтпеушілік бәрімен сөйлесіп жүрді, жаман бүтпеушілік бәрімен сөйлесіп жүрді. Енді кәдімгі Такаев. Білмеймін, бұлай ауада жүр ғой бүтпеушілікте. Түсті. Сонда мен байланыстамын деген секілді. Такаев біледі. Такаевпен байланыста, Назарбаевпен байланыста болған, мен чиппен болғанда. Өзімен өзім қуған білмеймін. Назарбаев болды ма, біле ма, білмей ма, мен кімдерге, қылмыстерге айтқам, қылмыстар. Қу жүргенде, чип мұрымда тұрғанда, о кезде Құдай аспан домалақ ғалам 100% әділетшілік ауасы болған. Сонда Такаев мырза енді Қасым Жомарт, или Жомарт Қасым ба? Президент, елбасы, сол кезінде енді бөлме алып отырмын ғой енді. Соның рұқсатымен, яғни. Соның кезінде қалай болса да, қалай билікті ұстап отыр, солай мен алып отырмын. Білмеймін. Қалай мен өзімдікін алдым, солай алдым. Міндетпен қалай аласың сен? Қандай міндет? Адамды өлтірсен де, ол сенің міндетің адамды өлтіру. Мысалы, мен және келді, мені өлтірмекші болды ма, или байламақшы болды ма? Ол бір сөз мен үшін. Мен байланып қалсам қазір мұсылмандарға, мен өзімді өлтіремін. Жалғыздық ретінде, адам ретінде, міндет ретінде, міндетпен. Әлде өкіметпен былай байланып қалсам, былай сөйлемей, ұялы сөз күште, көркемшілік істеп, былай өтірік байланып қалсам, өзімді өлтіремін. Бұл менің үшін өлім. Білмеймін. Тағы неме айтам. Назарбаевты келгенде, сонан кейін жындыханада келген Назарбаев. Пенсияда болғанда, білмеймін қалай пенсия. Қазақша. Соны дамытам. Білмеймін. Енді әке-шешеме рахмет. Мүгедек ретінде ақымды. Әкеме рахмет. Амангелдіге. Мені осылай жындығып істегеніне. Мүгедекпен ақымды алам. Үкіметтен, ана дүниеден, осы әлемде қазақ үкіметінен алып отырам. Құдай қаласа ана дүниеде де қазақ үкіметінде өмір сүремін. Құдай берген, құдайдықпен жеткен қазақ үкіметі. Құдай берген жер, қазақтың жері. Қазақ тілі, қазақ әліппесі, білмеймін. Құдайдық бар, аумын.